Сәлем оқырман. Ақша жинай алмай жүрсің бе? Олай болса тыңдап ал. Ақша жинаудың 8 тәсілімен бөлісемін. Бірінші тәсіл. Қай жерде ақша туралы әңгіме қозғалса да, сіз ақшаны жамандамаңыз. Бұл сіздің өмірлік салт-дәстүр дағдыңызға айналсын. Ақшам жоқ, ақша жетпейді деп ешқашан айтпаңыз. Олай десеңіз, сізден ақша қашады. Керісінше, сіз мені ақша жақсы көреді, күннен күнге менің қаражатым көбейіп табысым артып келеді деген сөзді жиі айтыңыз. Олай деуге қымсынбаңыз, қорықпаңыз. Екінші, ақша жинаңыз. Тек ақшаны тойға, жақсылыққа, оқуға, жаңа дүниеге сатып алуға, саяхатқа шығуға, жақсы демалуға жинайтын болыңыз. Ақшаны қара күнге деп жинамаңыз. Үшінші тәсіл. Ақша жинауда, оны ұқсатып жұмсауда бай адамдардың психологиясын зерттеңіз. Соларға еліктеңіз. Өзіңізді бай адамның орнындамын деп есептеңіз. Қоғамдық көлікпен жүрсеңіз, мен мұны қарапайым адамдардың тыныс-тіршілігін білу үшін уақытша мініп жүрмін деген ойда болыңыз. Өзіңіздің бұл ісіңізді баюға психологиялық тұрғыда дайындалуға деп түсініп, күнделікті өмірде ұсақ-түйектерге көп көңіл бөлмеңіз. Төртінші тәсіл. Ақшаны адал жолмен қалай тапсаңыз, оған да солай адал болыңыз. Ұлық пайғамбарымыздың хадистерінде айтылғандай, біреуге артық ақша бермеуге, біреуден артық ақша алмауға қадағалаңыз. Сатушы жаңылсып, сізге артық ақша қайтарса, немесе бір затыңызды сатып алушы құнынан артық ақша ұсынса, оны қайтарып беріңіз. Қиянат жасағанда ақша ұнатпайды. Бесінші, ешқашан тың ойлардан, жаңа қадамдардан, жаңалықтардан, жақсы істерден бас тартпаңыз. Олар сізді жаңа табыстарға жетелейді. Алтыншы тәсіл. Ақша үлкен қуат көзі болғандықтан, әрі ұқыптылықты жақсы көретіндіктен, ең бірінші жақсы әмиян таңдап алыңыз. Сосын оған әр тиынды дұрыстап тұрып салыңыз. Әмияныңыздың сыртынан сипап, оған жылы сөздер айтыңыз. Ақшаны еркелеткенді жақсы көретінін естен шығармаңыз. Жетінші тәсіл. Маңдайға біткен дәулет үшін өтем төлеу жақсы. Байлықты сақтап қалу үшін қайырымдылық шараларына мол шығын шығарып, жаманшылықтың алдын алады. Мешіт, медресе, аурухананы өз қаржысымен салдырып, халыққа сыйға тарту бұрыннан жалғасып келе жатқан сауапты іс. Тек оны атын шығару үшін жасамау қажет. Сегізінші соңғы тәсіл. Ақша өзіңді жақсы көру үшін алдымен сіз ақшаны жақсы көріңіз. Алайда ақшаны ар-ұяттан, ұлттық мақсат мүддеден жоғары қоймаңыз. Жетпей таусылып, қарызға батып қалған кезде ғана ақшаны ойламай, оны әрдайым байлық ретінде жақсы көріп, оны молаятынына кәміл сеніңіз. Ақша жолы болмайтын, өзіне өзінің сенімі жоқ адамдардан қашады. Маған сондай жалақы, сондай ақша жетеді деп ақшаға шектеу қойып, өзіңіздің табыс көзіңізді жауып тастамаңыз. Табысыңыз өз қажеттілігіңізден артылып жатса, қайырымдылық жасаңыз. Ақша қайырымдылықты жақсы көреді. Тыңдағандарыңызға рахмет. Лайк басып, комментарий жазып қойсаңыздар, мен қуана оқимын.